Қайырлы қымбатты көрермен, қайырлы қадірлі әріптестер, Алатау баурайынан жалынды сәлем. Күні кеше жердің халықаралық күні тойланды. Бұл мереке 2009 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы шешімімен табиғат пен адамзат арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған. Жалпы қазақ халқы әлімсақтан жер ананы, табиғат ананы ерекше құрметпен бағалайды, қадірлейді. Тіпті табиғаттың адамзатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ деп бағалайды. Жалпы жер бетіндегі ең биік нүкте Эверест шыңы болса, ең терең нүктесі ол Мариан шұңғымасы. Ал ең көрікті жер ол Іле Алатау баурайы. Қараңыздар, біз қазір ой жайлау сайында тұрмыз. Айнала ну орман, жабайы, аңдар мен жан-жануарлар әлемі ешкімді бейжай қалдырмайды. Әсіресе көктем кезінде бұл жер нағыз ерекше экзотикаға толы. Ол жерде қоңыраю, ілбіс, елік, марал секілді жануарлар мекендейді, және 1000-нан аса өсімдіктің түрі бар. Оның ішінде 36 түрі қызыл кітапқа тіркелген. Бұл жердің жай-күйі туралы Ақсай филиалының мемлекеттік инспекторы Мұрат Ағыбаев мырзадан сұрап көрейік. Жұмысыңыз нешеде басталады? Сәлеметсіз. Жұмыс 8-ден, енді қызметтік үй болғасын, күн-түн ошақтамыз, енді 8-ден басталады деп қоям. Осы жер сіз үшін несімен ерекшеленеді, несімен ұнайды? Ой жайлау сайы енді туып өскен жерім осы жақ. Іле Алатау табиғи бағында 2007 жылдан істеп жатырмыз. Демалушылар қалай келеді? Жалпы қаншалықты тәртіп сақтап, айналаға құрметпен қарайды? Демалушы жағынан енді мәселесі қоқыс қой, демалушы. Қазір енді мынау сезон басталғалы демалушы көбейіп жатыр. Демалғаннан кейін қоқысын тастап кетеді көбісі. Бутылка пакетін соны біз кейін жинаймыз өзіміз. Сөйтіп тазалықты өз күшімізбен. Екінші мәселе тағы да мынау қазір 2-3 жыл болды, тауға шығатын мотоцикл көбейіп кетті. Біз көп жиналып тауға шығып, дауысы да қатты шығады, жабайы чоғыштып, жан-жаққа қуалап, сол мәселе. Сосын? Тағы да мәселе қаңғыбас ит жайлы айтайын дегенім сол. Жабайы ит болып, дачадан, ауылдан келіп, жан-жануарларға кедергісін тигізеді ғой? Тигізеді, иә. Жабайы қуалайды, анда қуалап, мында қуалап, өшім тыныштық бермейді. Жақсы, жұмысыңызға сәттілік тілейміз, кедергі келтірмек. Қымбатты көрермен, тауға демалған кезде қоқыс шашуға болмайды, от пайдаланбаңыз, әкімшілік шара қолданылады. Енді айналаға қараңыздар, өте керемет әсер. Ну орманның ішіне тікелей ене алмаймыз, себебі жан-жануарлар әлеміне кесіріміз тимеу керек, оны біз жақсы түсінеміз. Жалпы бұл жердің флорасы, фаунасы туралы Іле Алатау паркының ғылыми қызметкері Тұңғышбек Жапарқұлов өте жақсы біледі. Бір-екі ауыз сұрап көрейік. Бұл жердің флорасы, фаунасы туралы әңгімемізді осыдан бастасақ. Енді ұлттық табиғи парктың флорасы мен фаунасы алуан түрлі. Өсімдіктің 2025 түрі тіркелген, құстың 198, сүтқоректілердің 48 түрі тіркелген. Соның ішінде 5 түрі сүтқоректі қызыл кітапқа кіреді, 37 түрі өсімдік кіреді, және де құстың 11 түрі кіреді. Бірнеше 8 түрлі балық түрі бар, жорғалаушылардың 8 түрі, қосмекендердің 4 түрі деген секілді кете береді. Ары қарай өте бай. Енді өсімдіктер алуанның ішінде ағаш, бұта, орман ұлттық табиғи парктың негізгі басты байлығы. Парктың жалпы жер көлемі 200.160 гектар. Оның ішінде 69.000 гектар орманмен көмкерілген. Жыл сайын ұлттық табиғи парк орман егу, молайту жұмыстарымен айналысады. 42 гектарға егіледі жыл сайын. Оның ішінде шырың шыршасы 14,6 гектар. Сибирь алмасы 24 гектар, кәдімгі өрік 7 гектарға егіледі. Жалпы 42 гектарға жиыны 110.721 дана көшет егіледі екенбіз. Сөзіңізді білейін. Қымбатты көрермен, жақсылап тыңдаңыздаршы. Бір ерекше құстың дауысы қайта-қайта назарымды аудартып тұр. Бұл менің ойымша жай құс емес. Өте дұрыс айтасыз, жақсы байқадыңыз. Мынау енді орманшылар жаңа айттық қой, орман егеміз, орман егу үшін жалпы ертеден қозғалады. Қардың еріп-ермей бітпес бұрын көшеттерді қазу жұмыстары, оған дайындау жұмыстары орманшылардың тынбай еңбектенеді. Сол кезде айтады орманшылардың, кәнігі орманшылар. Мынау орман байғызының дауысы естіле бастағанымен, қардың көбесі сөгіліп, жер күн жыли бастайды дейді. Яғни олардың күй ойнақ
кездері. Мына қазақтан наның сенімдер бар. Бай қыздың дауысы жаман, ырым тыйымға дұрыс емес деген секілді. Оның ара жігін біз ажыратуға бармыз. Мәселен, ол дауысы жаңа Маубаш шапалақтікі. Ал мынау сіздің естіп тұрғаныңыз ол Орманбай қыздың дауысы. Орманбай қыз осы тек қана осы орманды таулы өлкеде мекен етеді. Сондықтан да бұл құсқа біз жағдай жасаймыз. Жасанды құс ұялары жыл сайын ілінеді. Парк аумағында 400 дана құс ұясы ілінеді жыл сайын. Орманбай қызын осы 2022 жылдан бері бақылап келеміз. Ұяға кіріп, қазір кезде өздеріңіз де көрдіңіздер, ұясына кіріп, балапан басуға дайындалып жатыр. Бұл құстың неше түрі бар? Жалпы бай қыздың 3 түрі кездеседі Қазақстанда. Орманбай қызы, кәдімгі бай қыз және байғұсша. Ал енді жапалақ тәрізділердің енді 13 түрі кездеседі дейді. Соның ішінде парк аумағында қаршығарин жапалақ, Маубаш жапалақ, құлақты жапалақ, үкі мекен етеді. Көп рахмет сізге, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Жалпы бай қыз деген сөз қасиетті бай, қасиетті қыз, құс деген сөзді білдіреді. Яғни экожүйені қалпына келтіру мақсатында орман шаруашылығын әрі қарай көгалдандыру, абаттандыру жұмысына бұл құстың пайдасы өте көп. Сол себепті қымбатты көрермен орманға, тауға, табиғат аясына шыққан кезде жан-жануарларға құрметпен қарауымыз керек. Өйткені табиғатты аялау ортақ парызымыз. Қадірлі әріптестер, мендегі ақпарат осындай. Сөз кезегі сіздерде ой жайлаудан жалынды. Сәлем!